сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 76-ші сабақта өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы жатыс септік. Бүгінгі сабақта біз жатыс септік жалғауларын білетін боламыз және сөйлеммен жатыс септік жалғаулы сөздерді табуды үйренетін боламыз. Бізге 56-ші тапсырмада жұмбақ берілген, оқып шешуін тап дейді. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Жұмбақтың жауабы қар. Енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, оның жалғауын тап. Бұл сөз қай септікте тұр дейді. Қарамен жазылған сөз бізде қыста. Қыста бұл неде деген сұраққа жауап береді. Бұл сөз жатыс септігінде тұр. Келесі 57-ші жаттығуда мақал-мәтелдерді оқып жатқа жаз делінген. Алдымен оқиық. Бірінші, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Екінші, ерлік білекте емес, жүректе. Жатыс септігіндегі сөздердің астынсыз және оларға сұрақ қой дейді. Мақал-мәтелдің ішіндегі жатыс септігіндегі сөздер олар ұяда неде, білекте неде, жүректе. Бұлар жатыс септігіндегі сөздер. Енді балалар көкпен берілген ережені мұқият оқып есте сақтайық. Жатыс септігіндегі зат есімдер кімде, неде, кімдерде, нелерде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жатыс септігі атау септігіндегі сөзге да, те, та, те жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатыс септік жалғаулары деп атайды. Келесі бізде 58-ші жаттығу, мәтінді көшіріп жаз дейді. Арша тасты жерлерде, таулы аймақтарда өседі. Дәрі жасау үшін оның жемісін пайдаланады. Құрамында эфир майы, қант, алма қышқылы, минералды тұз бар дейді. Енді мәтінге ат қой және жатыс септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықта дейді. Мәтіннің атын арша немесе аршаның пайдасы деп қойсақ та болады. Осы мәтін бойынша жатыс септігіндегі сөздер бұлар жерлерде, аймақтарда, құрамында. Яғни олар қайда, неде деген сұраққа жауап береді. Бұл сөздер сөйлемде тұрлаусыз мүше, яғни толықтауыш болып тұр. 59-ші жаттығуда берілген септіктердің сұрақтары мен жалғауларын салыстыр. Бұларды бір-бірінен қалай айыруға болатыны жөнінде қорытынды жаса дейді. Б-сы, яғни бұл бар септігі кімге, неге, қайда деген сұраққа жауап береді. Оның жалғаулары қа, ке, ға, ге. Ал Ж-сы деген ол жатыс септігі кімде, неде, қайда деген сұраққа жауап береді. Оның жалғаулары да, де, та, те. Бар септігі мен жатыс септігі бір-бірінен сұрақтары және жалғаулары арқылы ажыратылады. Келесі бізде балалар 60-ші жаттығу сөздерді оқы дейді. Бізге 4 сөз берілген: өзен, жайлау, қыз және көген. Осы сөздерге жатыс септік жалғауын жалғап, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз дейді. Жатыс септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір дейді. Яғни осы сөздерге жатыс септік жалғауын жалғап, балалар алдымен сөйлем құрайық. Ауылдағы үлкен өзенде балықтар көп. Биылғы жылы ата-әжеммен бірге жайлауда болдым. Қыста шанамен сырғанағанды ұнатамын. Қозы-лақтар көгенде жатыр. Жалғаулар сөздегі соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай немесе дауыссыз дыбыстың ұяң, үнді, қатаң екендігіне қарай жалғанады. Енді осы 60-ші жаттығуға байланысты бізге сызба беріліпті. Сызбаны пайдаланып бұл сөздердің жатыс септігіндегі сөз екенін дәлелде дейді. Бұл жатыс септігіндегі сөз, өйткені ол кімде, неде, қайда деген сұраққа жауап беріп тұр және сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр дейді. Яғни біздің сөйлеміміздегі өзенде, жайлауда, қыста, көгенде сөздері жатыс септігіндегі сөздер, себебі олар қайда деген сұраққа жауап беріп тұр және сөйлемде тұрлаусыз мүше толықтауыш қызметін атқарып тұр. Енді 61-ші жаттығуға қарайық балалар. Бізге сурет бойынша әңгіме құрастырып айт делінген. Қыс келді, күн суып, қалың қар жауды. Арман мен Асан құстарға ұя жасады. Ұяны ағашқа іліп, ішіне жем шашты. Балалар кеткеннен-ақ құстар бірден жемге қарай ұшты. Балалар өздерінің игі іс жасағанына қуанып, күн сайын жем әкеліп тұруға келісті. Балалар, міне осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліңіздер және видеом ұнаса лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.